Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Сіздер бүгін әлеуметтік желілерден Шерзаттың отбасы өзінің адвокаттарынан бас тартты деген түрлі мақалаларды оқыған шығарсыздар. Оқымасаңыздар, солай мақала жазғандар болып жатыр. Бұл жерде айтайын дегенім, Қаржаубайдың отбасы адвокаттардан бас тартқан жоқ. Олар тек бұл жерде Айтбек Нүкенов, Салтанат Нүкенованың ағасымен байланысты үзгісі келген. Көпшілік соны түсінбей жатыр. Сонымен қатар айта кететін жағдай, Шерзаттың ісімен енді біздің елімізге елеулі мықты адвокаттар, мықты заңгерлер, соның ішінде Мейірман Шекеев ағамыз бен Жандос Палманов ағамыз, дәлірек Мейірман ағамыздың компаниясы айналысатын болды. Қазіргі таңда Қаржаубай және Гүлбара ханым біздің компанияға сенімхат берді. Ары қарай біз өзіміздің тобымызды жасақтаймыз. Шерзаттың ісін біз сотта мүддесін қорғайтын боламыз. Сонымен қатар осы іске ынталы болып, көмегін тигізем деген адвокаттар болса, біз қатарға шақырамыз. Біз қазіргі таңда да Қаржаубайдың бұрынғы адвокаттарына кедергі келтірмейміз, шеттетпейміз. Егер оларда қосымша жұмыс жасаймыз десе, бірге жасауға дайынбыз. Бірақ біз іс материалдарын сұратқанымыз 2 күн болды, әлі күнге дейін алмай жатырмыз. Сондықтан ары қарай шешімді біз өзіміз қабылдайтын боламыз. Сонымен қатар Шерзаттың ісі бойынша ақпараттық қолдауды менің парақшамнан бақылап отырыңыздар. Мен сіздермен барлығын бөлісіп отырамын.